Бүгін бастап кетіңіз. Бүгін болашақтың сценарийін жазыңыз. Біз көп жағдайда, міне, сол кезде мен жақсы өмір сүре бастаймын деп толық жақсы өмір сүруді алда жоспарлайтын адамдармен күн сайын дерлік кездесеміз. Ал бүгінгіміз жай жоба, жарқын болашаққа деген дайындық сияқты. Бірақ шындық сол, жарқын болашақ жоқ. Біз өзіміз жарқын, әдемі немесе бұлыңғыр, күңгірт ететін біздің қазіргі шағымыз ғана бар. Егер біз қазіргі бар нәрсені қалай бағалайтынымызды білмесек, болатын нәрсемен басқаша әрекет етуіміз екіталай. Қазіргі уақытта өмір сүру, қазіргі кездегі әлеуетті толық пайдалану. Бір жыл бұрын көп нәрсе басқаша болып еді. Қазір артқа шолу жасап, бір жыл адамға көп өзгеріс жасайтынын түсінеміз. Мен алған ең маңызды сабақ: сені өзіңнен басқа ешкім қайтадан аяғына тұрғызбайды. Тек сен ғана өзіңді кез келген тұңғиықтан алып шыға аласың. Бар өмірің түбегейлі өзгеріп кетуі де мүмкін. Жақсы жаққа өзгеруіне бүгін қадам жасайық.